Алғашқы экскурсовод. Қазір Әзірет Сұлтанның кесенесіне барған зияратшы оның тарихымен танысқысы келсе, арнайы экскурсовод жалдайды. Кәсіби мамандар оған кесене жайында телегей теңіз ақпарат береді. Бірақ біз терең барламаймыз. Біздің ойымызша бұл іс озалдан бері өзінен өзі жүріп жатқан сияқты көрінеді. Қазақстанда советтік музейлерді таныстыратын экскурсовод бұрыннан бар еді. Олардың кейбірін Ресейде оқытып әкелетін. Бірақ Яссауи кесенесіндегі экскурсоводтың тарихы 1978 жылдан басталады. Оларды өзбек әлінің өзі дайындаған. Сол кезде алғашқы экскурсовод болған Жүзбаева қызық естелік айтады. 1978 жылы Алматыдағы шет тілдері институтын бітіріп Түркістанға оралдым. Келсем жұмыс жоқ. Шешем мені сүйреп горкомға келді. Ол маған Яссауидің кесенесі ашылып жатыр, соған бар. Сол жерде министрдің орынбасары Өзбекәлі Жәнібек жүр. Мүмкін жұмыс табылып қалар деді. Шешем мені ертті де кесенеге тартты. Барсақ жұмыс қызу жүріп жатыр. Бөтен кісіні жолатпайды. Бағымызға қарай танымал жазушылар келіп қалды да соларға ілесіп ішке кіріп кеттік. Ол кезде дүрбенің ешбір мәртебесі жоқ. Есігінде құлып ілініп тұратын. Электр жарығы да тартылмаған. Тарихи ескерткіш ретінде тізімде бар, бірақ қоғамдық функциясы жоқ. Орынбай Дастанов деген жалғыз қараушыға штат бөлінген. Ол 1955 жылдан бері жүр екен. Әулиеге адал қызмет еткен кісі, ішіндегі дүниелерді сақтап қалуға бар күшін салған. Өзбекәлі 1978 жылдың қыркүйегінде кесенені мемлекеттік музейге айналдыру жөнінде қаулы шығарып әкеліпті. Десе де қаулыны шығару оңай емес. Ол үшін өкімет басшысы да бұл қаулыға мүдделі болу керек. Өкіметте Байкен Әшімов отырған. Қаулы шығарып алуға ықпал еткен сияқты. Өзбекәлі қаулыны алған күннің ертесіне Түркістанға келді. Келе сала қара жұмысқа қойып кетті. Ол кезде кесененің едені қара топырақ болатын. Зияратшылар тәбәрік деп киелі топырақтан уыстап ала беріп, еденін ойдым-ойдым шұңқыр қылып жіберген. Команда жиналған бойда кесене ішіндегі топырақты зембілмен сыртқа шығара бастады. Өзбекәлі балағын түріп, орамалының төрт бұрышын түйіп, басына киіп алды да іске кірісті. Бірде зембілдің бір ұшын ұстады, кейде топырақ толы арбаны тысқа сүйреді. Біз шешем екеуміз кесененің ішіне кірдік, жарық жоқ. Алагеуім қараңғы, жел соқса шаң топырақ бұрқ етіп көтеріледі. Шешем, мына жердің бастығы кім деп айқайлады. Шаң арасына балағын түріп алған бет-аузы шаң бір жігіт ағасы шықты да мен деді. Әлгі Өзбекәлі деген сен бе? Иә апа, бұйыртса біз боламыз. Болсаң мына баланы жұмысқа ал. Алматыдан оқуын кеше бітіріп келді. Әкесі болса соғыс ардагері. Мамандығы не? Шет тілін біледі. Жақсы, қызыңыз осында қала берсін, жұмыс жетеді. Әй, ең болмаса үйге барып киімін ауыстырып келсін. Мынаның іші шаң топырақ екен. Апа, қызыңыз әлі бұдан да әдемі көйлек киетін болады. Уайымдамаңыз, деді әлгі кісі. Сол күні жұмысқа кірісіп кеттім. Кесененің топырағы тазаланып, экспозиция жұмысы басталып кетті. Түрлі жапқыш пен пердені қолдан тіктік. Киізбен қапталған сандық бар еді. Ескі кітаптар бұрын-сонда сақталыпты. Сандықтың жапқышына түйе табан деген оюды қызыл жіппен кестелеу керек болды. Институтта оқыды деген атымыз ғана, бірақ қыз болып кесте тігуді білмейді екенбіз. Оны Өзбекәлі аға бірден байқады. Бірнеше қыз-келіншекті отырғызып қойды да көк иненің көтін түртуді білмейтін өңшең олақтар деп зілсіз ұрсып тастады. Сосын үнін жұмсартып, қараңдар, басынан бастап көрсетемін. Инені қадап, жіпті былай ілесіңдер деп кесте тігуді үйретті. Сөйтсем өзі кәсіби тігінші екен. Мынау ілме кесте, мынау түртпе кесте деп тігіншілік өнердің түр-түрін таратқанда аузымыз ашылып қалды. Бірде сыпырғымен үй сыпыруды үйретті. Оқтау жұтып алғандай қақиып тұрып сыпырмаңдар, шаң қыласыңдар, еңкейіп сыпырғышты жатқызып сыпырыңдар деп сыпырғаны алып үлгісін көрсетті. 5 жыл оқыған неміс тілім жайына қалды. Таңнан кешке дейін кесте тігіп еден сыпырамын. Апа, 5 жыл Алматыда оқығанда тапқан жұмысым осы болды ма деп күнде үйге жылап келемін. Атам Қарамырза Яссауи ілімін оқыған діни сауатты кісі болыпты. Оны жұрт қалпе деп құрметтейтін. Қосшы атадан Түркістанға жаяу келіп, 40 күн оңашада құлшылық қылып шілханаға түскен екен. Ол кезде Яссауидің құлуеті 1940 жылдарға дейін жұмыс істеп тұрған. Ол кісінің кемпірі, яғни менің әжемнің көзі тірі еді. Әжем: жүре бер, қызым, жүре бер. Жұрт Яссауиге зиярат еткен адамның етегіне тәу ететін. Ал сен соның ішінде жүрсің. Жұрттар сенің етегіңе тәу етеді деп жұбатты. Ал шешем болса, кесенеге қанша адам келіп жатыр. Көз бар, сөз бар, ауырып қаласың деп ескіше ем жасап басымнан тұз айналдыратын. Осы жұмысқа тұрар алдында түс көргем. Түсімде атам аян беріп маған қарап тұрды. Түсім емес, өңім сияқты. Сәл тұрды да әкем жатқан бөлмеге өтіп кетті. Мен қорыққаннан су тер болып ояндым. Аянды жақсылыққа жорадым. Киелі мекенге қызмет етесің, лайықты бол деген атамның ишарасы сияқты. Себебі атам еске түссе кесене ассоциация болып елестейтін. Мүмкін ол кісі кесенеге жиі баратын болғасын ба, білмедім. Кейін 1996 жылы осы кесененің қылует бөлмесі музей болып ашылғанда оның шілханасына түсуге дәтім шыдамады. Себебі атамның аруағы күзетіп жүргендей сезілетін. Атам мен Яссауидің отырған жерін аяқ асты еткім келмеді. 1978 жылдың қыркүйегінде музей ашылды. Музейдің ашылуы кесененің солтүстік жағындағы есік алдында өтті. Атқа мінер әкім қара түгел жиналды. Ірі-ірі тұлғалар сөз сөйледі.
Ашылудан бір күн бұрын өз аға бізді жинап экскурсоводқа кім лайық деп емтихан алды. Бәрімізді тізіп отырғызып қойды. Кадр бөлімінің бастығы таныстарын тықпалап мені техничка деген штатқа лақтырып жіберді. Өзбекәлі сұрақ қойып бастағаннан ақ үміткерлер тоңқалаң асты. Кесененің арғы бергі тарихын жарытып білмейтін болып шықты. Арнайы дайындаған экскурсоводтың ешбіріне көңілі толмады. Шетте тұрған маған қарап енді сен сөйле деді. Бағыма орай Орынбай Дастановтың киелі жерлер жайлы жазған кітабын оқып жүргенмін. Өзім Түркістанның тумасы болсам да кесенеге кіріп көрмеппін. Пионер, комсомол болу абырой еді. Соның буымен жүре беріппін. Өзбекәлі айт дегесін аттың басын жібердім. Кітаптан оқып алған ақпаратты ақтарып салдым. Сосын орысшаға аударып айттым. Себебі Мәскеуден де қонақтар келетін. 2 ұл, 2 қыз экскурсовод болып бекідік. Өз аға Алматыға арнайы барып велюр матадан экскурсоводтың киімін тіктірді. Нымшаға қазақ оюлары жіңішке өрнекпен кестеленген. Басымызға үкісі жоқ қызыл тақия кигізді. Сары темірден әдемі салпыншағы бар екен. Бұл не дейміз, таңырқап өз аға. Бұрынғы қазақ қыздары тақиясына тана таққан деді де, біз естімеген бір әңгіменің тегін ағытты. Бір қызығы сол тана тағу дәстүрі 2022 жылы қайтадан сәнге айналып, қазақ қыздары жаппай тана тағылған тақия кие бастады. Халық кесененің ашылуын күтіп жүргенде лап қойды. Бір күнде 18 рет экскурсия жүргіземін. Сенбі-жексенбі бізге демалыс жоқ. Ол кезде жасым 22-де. Жастықтың жегірімен шаршауды білмейміз. Күні бойы сөйлеп, кешке үйге зорға жетіп құлаймыз. Қалай десең де орыс тілі ана тіл емес, арасында грамматикалық қате жіберіп қысылып қалатынбыз. Өз ағам оны байқамаған болып, әй, орысшаң қандай жатық еді. Сенің жасыңды дәл бұлай орысша сөйлей алмайтынмын. Ұстаздан шәкірт озады деген. Сен оздың ей деп мақтап қояды. Мақтаған сайын шаршауды білмей шабыттанып шаба түсеміз. Музейді ашып іске қосып бергенше өз аға басы қасында жүрді. Мәскеуден қонақтар келсе, көбіне экскурсияны мен жүргіземін. Қазақ хандарының құлпытасын таныстыратын бөлмеге кіргенде Абылай ханды айтып көсілемін. Көсілген сайын қаным қызып, арқам қосып кететін сияқты. Рухтанып, жігерленіп сала беремін. Әдетте мұндай қонақтарды жергілікті партия жетекшілері ертіп жүреді. Bir күні олар мені былай шығарып, әй қыз, сенен қазақ хандарын сұрап жатқан ешкім жоқ. Сол хандарыңды айтпай-ақ қойсаң болмай ма? Әсіресе Абылай хан жайлы әңгімеңді қысқартшы деп сыпайы ескертіп кетті. Ал өз аға керісінше қорықпайтын. Экспозиция жасағанда хандар шежіресі мен тарихын насихаттауға тырысты. Алматыдан шығыстанушы әпсаттар дербісәліні айналдырып, көзі талғанша ескі жазуды оқытып қоятын. Әпсаттар аға тісі ауырып жүрсе де өзбекәліден қорыққаннан ләм деместен күндіз-түні жұмыс дейтін. Тастағы кей жазу жартылай өшіп кеткен. Анық оқымайды. Соған қарамастан өз аға мынау Тәуке ханның құлпытасы, анау Салқам Жәңгірдің белгі тасы деп экспозицияға шығара беретін. Мамандар оған өзеке, шежіре қате, жазулар анық оқылмады. Бұл ол ханның тасы болмауы мүмкін деп шырпыр болады. Сонда өз ағам, сен басты қатырмай тастарды қой деген жерге қоя бер. Қате жазуды жөндеп оқу кейінгі ұрпақтың еншісі. Қазір маңыздысы тарихтың шығуы. Кесенеге келген халық хандары болғанын біліп, атын естіп кетсін деп өз дегенін істететін. Музей ашылар алдында жиһаз жетіспеу жұмысшыларды қинап жіберді. Үстел мен орындық жетіспеді. Музей директоры Ырысбек Әбдікәрімовті қанша жұмсаса да жиһаз таппады. Ол кезде Межрайбаз деген мекеме болатын. Жиһаздар осы кеңсенің базасында тұрды. Соны мемлекеттік кеңселерге лимитпен таратады. Межрайбаздың бастығы түрлі сылтаумен жиһаз бермей істі соза берді. Бір күні мекеме бастығы кесенеге келді. Өз аға оны көріп, әй басеке, сен мына жерге келіп бізбен бірге қызмет қылама деп едік. Болмашы жиһазды кешіктіріп жібердің ғой. Отыратын орындық таппай қиналып кеттік. Енді бермесең әулиенің әруағына тікелей телефон соғамын. Сосын жағдайың қиын болады, деді әзілдеп. Совет заманы болса да әулиенің әруағынан қорқатын қазақы мінез өлмеген еді. Межрайбаздың бастығы шошып кетіп ертесі күні жиһаздың 7 атасын үйіп тастады. Сонда өз аға, ой пырмай, жиһаздың өзін Ахмет атамыздың абыройымен алдық. Атамыз болмаса бір тірлігіміз бітпейді екен деп күліп отыратын. Кейде оны шынымен де Әзірет Сұлтанның шарапаты желіп жебеп жүретіндей көрінеді. Әулиеге құрмет. Әзірет Сұлтанның мәңгілік болмасы Өзбекәліге болысы медет беріп тұрады деген түсініктің тамыры жоқ емес. Себебі оның әулиеге құрметі шынайы һәм ерекше болды. Музей ашу ісіне тікелей араласқан кісінің бәрі мынадай деректі сөзсіз растады. Кесененің ішін тазалап жатқанда Өзбекәлі бабаның жасыл тасына жоламаңдар, оны өзім жуамын деп ескертеді. Сосын дәрет алып келеді, таза шелекпен жылы су алдырады. Қабірханаға кіріп бісміллә деп жасыл құлпытасы жууға кіріседі. Оның осы ісін куәгерлер әліге дейін аңыз қылып айтады. Өзбекәлінің бұл іске бөтен біреуді жолатпай бастан аяқ өз атқарып шығуының себебі бар. Ол серім ақсақалдан діни білім алған. Демек әулиенің басында дәретсіз жүруге болмайды деген шариғат талабынан хабардар. Бірақ бұл ғұрыпты ашық айта алмайсың. Бөтеннен талап етуге және келмейді. Сондықтан бұл міндетті құпия түрде өз атқарған болуы кәдік.
Өзбек әлінің музей ашатын кезде қолына күрек ұстап жұмыс істеп жүргені жайлы естелік көп. Сол заманда кесенеде жүрген, зиярат етіп келген жұрттың бәрі мұны көріп қайран қалған. Тіпті Түркістанның аудан басшысы Троян деген шенеунікке де күрек ұстатып зембіл көтертіп қойғанын аңыз етеді. Өзбек әлінің қарапайым болмысына қайран қалған адамның бірі Әбсаттар Дербісәлі. Ол 1978 жылы Түркістанға келген оқиғасын былай баяндайды. Жазғы демалыста университет ректоры Өмірбек Жолдасбеков шақырды. Бардым. Бөлмесіне кірген бойда: "Сен Өзбекәлі Жәнібекті білесің бе?" деп сұрады. "Білмеймін" дедім. "Біраз жыл сыртта жүріп ел өмірінен қол үзіп қалғасын болар, расымен танымадым." Ол мәдениет министрінің орынбасары. Биыл біздің елде бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының конгресі өтеді. Соған келген делегаттың бір тобы Түркістанға барады. Өзекең Яссауи кесенесін реставрациялауға басшылық жасау үшін Түркістанға іс-сапармен кетті. Сапар алдында маған телефон соғып, араб тілі маманын жіберуді өтінді. "Кесенеде сен айналысатын жұмыс көп екен" деді. Бұл шілде айының басы еді. Шымкентте болсам да Түркістан мен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барып көрмеппін. Түркістанға жеткенше асықтым. Түркістан қала деуден гөрі үлкен ауылға ұқсайды. Аудандық атқару комитетінің шағын мейрамханасы орналасқан соң Баба кесенесіне келдім. Күн ыстық. Кесене іші қара көлеңке. Іште біраз кісі зембілмен сыртқа топырақ шығарып жүр. Кездескендерде мәдениет министрінің орынбасары Өзбекәлі Жәнібекті сұрадым. Біреу зембілдің екінші жағын көтеріп бара жатқан кісіні нұсқады. Министрдің орынбасары дегенге жуан, қарынды, қолына папка ұстап жұртты жұмсап жүрген біреу шығар деп ойлағанмын. Олай болмай шықты. Әлгі зембіл көтерген кісі сырттан қайта оралған соң барып сәлемдестім. Ол қабағы қатынға ас сөйлейтін жан екен. "Иә, келгенің жақсы болды." Кесененің сыртқы дуалы мен ішкі қабырғасында есіктер мен біраз құлыптаста арабша жазу бар. Соларды қарап зерделеп қазақ тіліне аудару керек. "Уақыт аз, жұмыс көп", деді қысқа сөйлеп. Өз ағамен таныстығым осылай басталды. Әуелі кесенені аралап шықтым. Жарық әлсіздеу екен. Жазулар әрең көрінеді. Іске кірісіп кеттім. Қажет кезде өз ағадан ақыл кеңес сұрадым. Бірде ол: "Оңтүстік Қазақстан ислам жәдігеріне бай. Кейбір ғалымсымақтар қазақ халқы түгелдей көшпелі болды. Біздің көзімізді Октябрь революциясы ашты деп жүр. Қалай ойлайсың, шынында солай ма?" деп сауал қойды. Іштей сынап тұрғаны байқалады. "Олай емес, Қазақстан ислам жәдігеріне бай дедіңіз ғой. Осы пікіріңіз дұрыс. Әйтпесе Түркістан, Тараз, Сығанақты кім салып берді? Онда кімдер тұрды? Ол шаһарларда ежелден ата-бабамыз мекендеген деп ойлаймын" дедім. Ол кісі жауабыма қанағаттанды. Осылайша ортақ әңгіме, ортақ пікір пайда болып, сөзіміз жарасып кетті. Түркістанда бір ай жүрдім. Өз ағаның біреуге дауыс көтеріп ұрсып жекігенін көрмедім. Аз сөйлеп, бұйрықты емеурінмен білдіріп жүрді. Күрек ұстап, зембіл көтеріп, реставрацияның қара жұмысына да араласып кете беретін. Әзірет Сұлтанның мұрасы сөз болғанда Өзбекәлінің еңбегі орасан. Оны Яссауи ілімін алғаш зерттеушілердің бірі деп танысақ та қателеспейміз. 1976 жылдан бастап ол Диуани Хикмет кітабын іздей бастады. Кейін музей ашылғанда ауыл-ауылды аралап көне кітап қолжазбаларды өзі жинаған. Бұл жайлы Әбдікерім Манаповтың мынандай естелігі бар. "Бала кезімде ауылға ұзын бойлы, сұсты, бұйра шашты кісі келді. Әкем Манап Көкенов елге танымал айтыскер еді. Әлгі бұйра шашты кісіні үйге қонақ етті. Ол дастархан басында әкеме қарап: "Мәке, өзіңіз білесіз, Әзірет Сұлтан бабамның жоғалған дүниесін түгендеп жүрміз. Мұражай ашып жатырмыз. Ауылдарды аралап көне кітап жинап жүрген жайым бар. Қожа деген аттарыңыз бар. Осы жағынан маған көмек қолын созсаңыздар" деп өтініш айтты. Әкем осыдан біраз жыл бұрын тау бөктеріндегі ауыл маңында бір құдықтан біршама ескі кітап көргенін айтты. Әлгі кісі жас балаша қуанып астыда жөнді ішпек көлікке мінді де сол жаққа тартты. Әкемнен сұрасам, біздің үйге қонақ болған кісі мәдениет министрінің орынбасары Өзбекәлі Жәнібек екен. Араға едәуір уақыт салып ол қайта келді. Еңсесі түсіп кеткен, кітаптарды таппапты. Шамасы біреулер әкеткен-ау. Көрген бойда жинап әкетпегені үшін әкеме ренжіді. Совет заманында діни кітаппен қолға түсу қауіпті. Әкем содан сақтанып жоламапты. Өзбекәлі дастархан басында көңілсіз отырды. Кенет базыналыққа басып: "Мәке", құлақты елең еткізіп, ескі кітаптар жайлы айтып, "Мені ауру қылған өзіңіз. Енді дауысында табасыз, дерттен жазасыз. Қалайда көне кітаптарды тауып музейге жеткізіңіз" деп әңгімені төтесінен қайырды. Өзбекәлі кеткен соң әкем ауыл ішінен сұрастырып ескі кітаптарды іздей бастады. Қожа тұқымы болғасын туыстардың үйінде бірен-саран кітап сақталатын. Әкем соларды сұрап музейге жеткізді. Әзірет Сұлтан музейін құрастыру кезіндегі Өзбекәлінің еңбегі жайлы Бибі Ажар Зиябекова да қызық естелік айтады. Ол сол уақытта музейдің бухгалтері болып жұмыс істеген. Өз аға музейдің ғылыми қызметкері елгезек қымбатты жұмсап, ауыл үшін арбамен аралатты. Сандық, жүк аяқ, кебеже, шай сандық, қоптеша, асадал, бесік, күбі, келі келсап секілді ескіден келе жатқан тұрмыстық заттар мен бұйымдарды, көне кітаптарды жинатты. Ортақ істен шет қалмайын деп, мен де самаурын, құмыра, киіз басатын ши секілді бұйымдарды түйенің жүнінен ерген екі көрпе мен түйе жүн шекпенді музей қорына өткіздім.
Өзбекәлі музейдің әр бөлмесіндегі экспонаттардың орналасуына ерекше талғаммен қарады. Алдымен бірнеше қалыпта қойып көрді. Қашан түпкілікті орнықтырғанша тыным таппады. Мұндайда жәдігер шағын, өзінің шамасы жететіндей болса мақұл. Әйтпесе 2-3 кісі көтеретіндей ауыр экспонатты әрі-бері қозғай беру кімге ұнасын. Кейде жұмысшылардың зықысын шығарып жіберетін. Менің жолдасым Шора Есмолдаев өзбекәлінің фанаты еді. Оның сонау торғайда істеген ерлігін тамсанып айтып отыратын. Ол өзбекәлінің Түркістанға келгенін естіген бойда оны бір көріп әңгімесін тыңдауды арманға айналдырды. Сәті келгенде қонаққа шақырайық деп маған қоймады. Өз ағама ойымды айтып едім, бірден келісті. Кесенеде керамика құрамын анықтаумен айналысып жүрген ғалым, минералогия ғылымдарының кандидаты София Сүлейменқызы мен Баян Анарбаеваны да шақырдық. Дастархан басында өз аға қазақ халқының ұлттық биі жайында әңгіме қозғап, әр бидің қимыл қозғалыс ерекшелігін саралап, зор ықыласпен баяндады. Сөйтсем бұл кісі қазақ биінің бірнеше түрін қайта жаңғыртып түлеткен екен. Өзбекәлі сияқты бір туар азаматты көргеніме, оған қол қабыз етіп көмегіне жарағаныма ризамын. Аллаға сансыз шүкіршілік етемін. Ағамен бірге істеген кездерім өмірдегі сәтті күндерім шығар. Кесенеге жұмысқа тұрарда анам жарықтық Биба Ажар, музейде жұмыс істейді екенмін деп ғимараттың төбесіне жоғары қабатына шығушы болма. Ол жерде не бір қасиет қонған, дүйім қазақты аузына қаратқан хандар мен сұлтандар, билер мен батырлар жатыр. Солардың киесінен қорық, әрдайым таза жүр, асылық сөйлеме, әулиенің бір тиынына да қызықпа, аузыңнан тәубаң түспесін деп құлағыма құйып отыратын. Осы кітапты жазу кезінде Түркістанға барып, бірнеше кейіпкермен бетпе-бет тілдестік. Сол замандағы қарапайым қызметкердің қазақы дүниетанымына қайран қаласыз. Олар совет идеологиясының ми шаятын октябрят, пионер, комсомол сүзгісінен өтсе де, киеден қорқатын, әулиені құрметтейтін, дінге тіл тигізбейтін қазақы менталитетін сақтап қалған. Мәселен, 1972 жылдан бастап реставрацияға глазурь материалын жасаумен шұғылданған Рахима Кәрімбекованың әңгімесін тыңдасаңыз, дәл осындай менталитетпен жұмыс істеген. Кейіпкер бүй дейді. Мен жаңа қорғанның қызымын. Оқуды Таразда бітірдім. 1972 жылы Яссауи кесенесін жөндеу үшін мені жұмысқа тартты. Хабарды естіген бойда шешем үйге шақыртты. Бардым. Шешем: «Қызым, сен қайда жұмысқа тұратыныңды білесің бе? Анау мынау емес, Әзірет Сұлтан әулиенің басына барасың. Ол жер тек тазалықты талап етеді. Тәніңде, ниетіңде кіршіксіз болсын. Әулиенің басынан пайда көремін деп бір шегесін алушы болма. Әулиеге қылдай қиянат қылатын болсаң, өмірің күл талқан болады» деп ақылын айтты. Сосын уәдемді алып, батасын беріп шығарып салды. Зейнетке шыққанша уәдемге берік болдым. Өзбекәлі аға да сол үшін мені қатты жақсы көрді. Глазур жасауды үйреніп келсін деп Үндістанға оқуға жібермекші болды. Бірақ сол жылы 3-ші балам аяғым ауырлап, мүмкіндіктен қағылдым. Есесіне әулиенің де Өзбекәлі ағаның да разылығын алдым деп ойлаймын. Мәнді өмір кештім. Бала-шағам өсіп өнді. Яссауидің дүрбесінің есігінде мынадай сөз жазылған: әулиелердің есігі бақыттың кені, әулиелерді жақсы көру бақыттың кілті. Мұндай сөздер әдетте пафоспен айтылмайды, бәрі практикадан алынған шындықтар. Жаратқанның жамалына ғашық болған, елді рухани аздырмаймын деп топырақ мінезбен халыққа қызмет қылған, дүниеден иман байлығымен ғана өткен кісілерде қасиет бар. Оны Шәкәрім қажы әдемі сипаттайды. Анық асық әулие, кереметке сол ие, жаны құрбан жарына, керексіз оған дүние. Жарынан бөлек жаны жоқ, табатын басқа жары жоқ. Асықтан аяп қалатын, иманы, малы, ары жоқ. Жарының жаны жандары, жалынға жанбас тәндері. Тозақтың отын өшірер, жүректен аққан қандары. Шын қасиет соларда, дегенім күнә болар ма? Құбылма мінез тайға қой, екі сөз болмас оларда. Әулиеге құрмет көрсеткен жанның бәрі берекелі ғұмыр кешіп, ұрпағымен өсіп өнген. Бұл ақиқат күні бүгінге дейін тоқтаусыз айналып тұр. Бір қызығы, Әзірет Сұлтанның аруағын қорлап, керек болса Құдайға серік келтіретін кесенені түбірмен сүріп тастаймын деп қорықпай мәлімдеме жасаған қазақтар да болған. Қазір олардың басына түскен күнді Құдай басқа бермесін. Олар тура мағынасында елден безіп, атақ абыройы бәрі жермен жексен болып, ай күннің аманында басы дау шарадан арылмайтын болды. Мұны қазақша әулиенің киесі ұрды деп айтады. Майдан шебі Алматыға ауысты. 1984 жылы Өзбекәлі мәдениет министрінің орынбасары қызметінен алып, Алматы облыстық атқару комитеті төрағасының орынбасары қызметіне бекітті. Бұл қызмет Торғай облысында атқарған хатшылық міндеттен де төмен лауазым болды. Себебі Торғайда істегенде облыстық комитеттің хатшысы болды. Қазіргі түсінікпен айтқанда облыс әкімінің орынбасары. Ал ендігі қызметін тағы да біздің түсінікпен тарқатсақ, мәдениет басқармасының басшысы деңгейінде, яғни бұған дейін атқарған қызметтердің ішіндегі ең төменгі лауазым. Оны тағы да мәдени айдауға ұшатқан Алматыдағы кәрі коммунистер.
Мұндай айдаудың бір жаманы бастамаларың мен жобаларың аяқсыз қалып кетеді. Яғни тыңғылықты жұмыс жасауыңа мүмкіндік бермейді. Бірақ Өзбекәлі мұның алдын алып отырды. Ол басқа қызметке ауысқан сәтте бұрынғы жобаларын сенімді бір адамға тапсырып кететін. Мәселен, Өзбекәлі торғайдан кетіп бара жатып, сондағы мәдени істерін Еркін Әуелбековке аманаттаған. Ол жайлы Мұхтархан Манафовтың мынандай естелігі бар. Өзекең торғайдан кеткесін арқалықтағы жағдайымыз жаман болған жоқ. Себебі Сахан Құсайыновтың орнына 1978 жылы бірінші хатшы болып Еркін Әуелбеков келді. Ол да арда туған азамат. Өнер мен мәдениетке қамқоршы болды. Әртістердің үйін Польшадан келген сапалы жиһаздармен жабдықтады. Өзбекәлі сияқты театрға келіп жағдайымызды жиі сұрап тұратын. Өзекең де мәдениет министрінің орынбасары болып тұрғанда бізді назарда ұстады. Еркін Әуелбеков пен Өзбекәлінің қамқорлығының арқасында шығармашылық қырымызды дамыттық. Өзбекәлі мен Еркін Әуелбековтың тағдыры ұқсас. Екеуі де ұлт үшін жанын беретін жанашыр әрі іскер тұлға. Заманында Алматыдағы кәрі коммунистердің тепкісін бірдей жеді. Мәдени айдаудан көз ашпады. Болашақта Әуелбеков туралы қалам тербеп жатсақ, оның да ұлт үшін жасаған ерліктерін кеңінен баяндаймыз. Өзбекәлі Алматы облысына кетіп бара жатқанда Жұлдыз журналынан ұйқыдағы арудың оянуы деген очеркті оқып қалды. Бұл шығарманың авторы Әбіш Кекілбаев. Қазақтың ескісін бір білсе, Әбіш білер, тарихи ескерткішін бір қадірлесе, Әбіш қадірлер деп өз орнына мәдениет министрінің орынбасары етіп Әбішті қойып кетті. Себебі Өзбекәлі министрдің орынбасары қызметінде отырғанда республика бойынша 25 мың тарихи мәдени ескерткішті тізімге алып, 15 мың музей жәдігерін жинаған. Енді осы жұмыстарды шашауын шығармай әрі қарай жалғастыратын сенімді адам қажет еді. Бұл жылдары Совет одағы саяси жағынан да, экономикалық тұрғыдан да ауыр кризиске кірді. СССР-дің бас хатшылары кәріліктен қаусап, бірінен соң бірі өліп, Кремльдің миы ашып жатты. Ауған соғысы үшін халықаралық ұйымдар СССР-ге санкция салды. Әлемдік нарықта мұнай бағасы құлдырап, бюджет тапшылығы қатты сезілді. Қазақ СССР-де жартылай анархия орнады. Сол кезеңде өмір сүрген жұрт жақсы біледі. Ел ішінде жартылай салынып, соңына дейін соғылмаған ғимараттар қаптап кетті. Осындай әлем тапырақ жағдайда Өзбекәліні жүйесі жұмысқа қасақана жекті. Жүз жерден білікті басшы болсаң да қираған, күйреген, тұйыққа тірелген ситуацияны аз уақытта реттеп үлгермейсің. Ол жаңа қызметіне кіріскен шақта обком бюросында Өзбекәлінің мәселесі қаралды. Облыста 15 жыл бойына істелмеген шаруалар үшін оның орынсыз айыптап қатаң сөгіс жариялады. Бұл Өзбекәлінің өмірінде алып тұрған алғашқы сөгісі. Шамасы Алматыдағы кәрі коммунистер бірін қалмай Өзбекәліні бас көтертпей жаншып тастаңдар деп жасырын бұйрық түсірген тәрізді. Себебі бюро мүшелері асқан ұйымшылдықпен кірісті. Өзбекәлінің абыройын қорғап ешбірі болыспады. Арнайы тапсырыс екенін содан біл. Құрылысқа жауапты хатшы мен басшының ешбірі жазаланбады. Құрылыс саласын басқармаса да бәріне кінәлі Өзбекәлі Жәнібек болып шыға келді. Оның қызметке жақында келгені де есепке алынбады. Ол кезде Алматы облысының бірінші хатшысы Марат Меңдібаев деген шенеунік еді. Өзбекәліге қарсы облыстағы саяси интриганы сол ұйымдастырды. Өзбекәліден жасы кіші екеніне де қарамады. Құдды бір тапсырма алған адам ұқсап, Өзбекәлінің кез келген бастамасына кедергі болды. Мұндай ырың-жырыңға ынтасы жоқ Өзбекәлі бірден Қонаевтың қабылдауына кіріп, қызметтен босатуды сұрады. Алайда оларға да істің көзін білетін маман керек. Бірақ маманның иілгіш, көнгіш мінезі болуы шарт. Бұл шартты Өзбекәлі қабылдамады. Оның ар ұяттан басқаға бас емес қайсар мінезін көргесін, олар да кері шегініп мұның шарттарына көнді. Мәселенің бетін ашып алған соң Өзбекәлі торғайда жинаған тәжірибесін енді Алматы облысында қолданды. Адам өз жұмысын шабытпен атқару үшін оған әмінді шығармашылық қатынас керек. Ал шығармашылық мәдениетпен тығыз байланып тұр. Демек, экономиканы көтеру үшін жұрттың мәдени деңгейін өсіру керек. Осы идеяға құлай берілген Өзбекәлі Алматы облысындағы қараусыз қалған тарихи мәдени жәдігерлерді мемлекет қарауына өткізді. Тізімге іліккен ескерткіштің бәріне жеке паспорт жасап, біржола хаттап қойды. Жамбыл, Сүйінбай, Үмбетәлінің кесенесі мен музейін жасап шықты. Өзбекәлінің Алматы облысында жасаған жұмысы жайлы Захаш Қамалидинов мынандай естелік айтады. Бірде іс-сапармен еңбекші Қазақ ауданында болдым. Бір совхоздың жақында ғана құрылысы біткен мәдениет сарайын көріп тамсандым. Өзекеңнің қолтаңбасы байқалды. Ондай сарай көптеген аудан орталығында әлі жоқ. Өзбекәлі мәдениет үйінің орындығына дейін өзі таңдапты. Оны да беделін салып басқа республикалардан алдырған сияқты. Сапасы көзге ұрды. Өзекеңнің бір қасиеті ол алыстан басқармай қызметке тіке араласатын. Кез келген құрылыс басында өзі жүреді. Өзбекәлі Алматыдан ұлт аспаптары музейін құрды. Бұл кезде қазақтардың ұлттық идентификациясы әбден әлсіреп, біржола құруға айналған еді. Басқаны айтпағанда, бір заманда қазақ өнерін өркендету үшін құрылған Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда дәстүрлі ән, күй, жыр өнерін үйрететін ұстаздар мен студенттердің беделі күрт төмендеді. Музыка саласының мамандары бала-шағасын жаппай еуропалық музыкаға бейімдеп жатты.
Тіпті Ахмет Жұбановтың кезінде ауыл-ауылды сүзіп жүріп жинаған экспедиция материалдарын консерватория басшылары ескінің сарқын жағы деп қарады. Олар жиындарда ұлттық өнермен тұйықталып қалдық. Біз Еуропаға бет түзеуіміз керек. Жалғыз домбырамен өнер құрылмайды. Сондықтан дәстүрлі өнерге қаржы сұрай бермеңдер деп бәрін ықтырып сөйлейтін. Осылайша ұлттық аспаптар көзден де көңілден де өшуге айналған. Бірақ консерваторияда Болат Сарыбаев сияқты ғалымдар өзінің күрескерлігіне табан тіреп көне аспап жинаумен шұғылданды. Бірақ арнайы музей болмағасын ол аспаптарды бабында сақтау қиын еді. Сол үшін Өзбекәлі ұлт аспаптар музейін ашты. Болат Сарыбаевтың өмір бақи жинаған мұрасын өкімет сатып алу үшін арнайы келіссөз жүрді. Осының нәтижесінде қазіргі 28-ші Панфиловшылар паркінде ұлт аспаптар музейі дүниеге келді. Марқұм әнші Мәдина Ералиева мынандай естелік айтады. Егер Өзбекәлі Жәнібек болмағанда әнші ретінде бағым жанар ма, жанбас па, бір құдай білет. Бір мен ғана емес, бар қазақтың бағын ашуға барын салған ағамыз көреген ғой, көреген. Қызылордадағы музыка училищесін бітірген соң Алматыдағы Қыздар педагогика институтының музыка факультетіне оқуға түстім. Ақбаян әнімен ел алдына шығып бір рет танылдым да қайта көріне алмадым. Қос ел дипломым болғанымен жұмыс таппадым. Бармаған жерім, қақпаған есігім жоқ. Мені ешкім жұмысқа алмайды. Не қазақ концерт, не филармония, не театр. Бәрінің айтатыны дауысың баланыкі сияқты. Детский дауыс дейді. Тауым шағылғасын ағалардың ақылымен кандидаттық диссертация қорғау үшін ғылым академиясына жұмысқа тұрдым. Тақырыбымды белгілеп ғылым академиясының архивінде отырсам, Өзбекәлі аға өтіп бара жатыр екен. Жүгіріп барып амандастым. Шырамытып тұрған кісідей бетіме қарап тұрды да, Мәдинасың ба деді. Мен бас изедім. Мұнда неғып жүрсің деді. Диссертация қорғайын деп жүрмін аға дедім. Сенің бағың ғылымда емес сахнада. Диссертация қорғамай-ақ қой. Көп болса Қазақстанда бір ғалым кем болар. Ертең сағат 11-де маған кел деді. Жүрегім алып ұшып айтқан уақытында жеттім. Ол кезде өз ағаң Алматы облыстық атқару комитеті төрағасының қатардағы орынбасары болатын. Бағым жанды. Өз ағаң құрған Адырна сазген фольклорлық ансамблінің белді мүшесі болып әлемді шарладым. Гастрольдік сапармен шетелдік көрерменге концерт қойдық. Бір күні өз ағам халықтың жүрегінен туған ай қаракөзді орындап көрсең қайтеді деді. Күтпеген нәрсем, ойланбастан ой аға, ол өте күрделі ән. Менің дауысыма келмейді деп басымды ала қаштым. Ай қаракөз сені шыңға шығарады, орында деп нұсқау бергендей сыңай танытты. Тәуекелге бел буып дайындалдым. Репетицияма өзі қатысып қадағалады. Мына жерін олай айтпа, былай айт деп қоңыр даусымен қосылып әндеткенде біраз нәрсені білмейтініме ұялдым. Сөйтсем ол кісі Торғайда жүргенде ай қаракөз әнін тыңдаған екен. Халық жадынан ұмытылып кеткен бұл ән Торғай әуендері фестивалінде қайта жаңғырыпты. Қазақ биі және Ольга әжей. Өзбекәлі халық биін жаңғырту үшін Алтынай халық би ансамблін құрды. Оның шығармашылық ұжым болып қалыптасуына Ольга Всеволодовская Каучкевич есімді педагог балетмейстер үлес қосты. Ол 20 жыл бойы қазақ биіне қатысты мағлұмат жинапты. Бидің ел арасында сақталған үлгілерін тіпті элементіне дейін тірнектеп құрап қайта түлеткен екен. Өзбекәлі кітабында Каучкевич жайлы жылы естелік айтып өтеді. Бірақ кеңірек тоқталмайды. Біз оқиғаны тереңірек білгіміз келіп мәлімет жинадық. Бағымызға орай Ізім Тойғанова есімді куәгерді кезіктірдік. Ол мынадай естелік айтты. 1972 жылы Ақтөбенің би колледжін бітірген соң мені кәсіби биші ретінде Арқалыққа жіберді. Басшылар бұрынғы қонақүйдің бірінші қабатын босатып, бізге жеке бөлме етіп берді. Ол кезде жаспыз, жатуға тоқымдай жер болса соның өзіне мәзбіз. Арқалықтағы мәдениет үйінің ғимараты тар еді. Ол жерге түске дейін театр әртістері дайындалады. Сосын кешкі 6-ға дейін 2 сеанс кино көрсетті. 6-дан 10-ға дейін театр әртістері спектакль қойды. Түнгі сағат 11-ден бастап филармонияның қыз-жігіттері репетиция жасады. Кейде таңғы 5-6-ға дейін кідірдік. Бір қызығы түнгі репетицияны Өзбекәлі келіп бақылайтын. Сонда біз мына кісінің үйі жоқ па, бұдан басқа ісі жоқ па, білдей бір обкомның хатшысы емес пе деп күңкілдеп жақтырмай жүретінбіз. Ол кісі қарап отырмай жиі сынайтын. Әй, сен қыз бұрын сахнаның мына жағынан шығушы едің. Бүгін неге басқа жағынан шығып тұрсың деп қадалып сұрайтын. Бір жолы жастық жігерімен өзімді тежей алмай, ағай билеп жүрген сіз емес, сахнаның иесі біз емеспіз бе деп айтып тастадым. Батылдығым ұнап кетті ме? Онда сенікі дұрыс. Қалаған жағыңнан шыға бер деді. Бірден жеңіле салып. Өзі Арқалықта эстрадалық ансамбль құруға барын салған, бірақ дегені болмады. Алматыдан келген жас әншілер Арқалыққа тұрақтай алмай кері көшті. Сосын Өзбекәлі Шертер фольклор ансамблін құруды қолға алды. Алматыдан Болат Сарыбаев ағамызды алдырды. Оразғазы Бейсенбаев деген аспап жасайтын шебермен Малғаждар Әубәкіров есімді сазгерді қоса шақыртты. Режиссер Қадыр Жетпісбаев Шертердің алғашқы бағдарламасын құрды. 1974 жылғы 7 наурызда Шертер ансамблі ашылды. Қазақта би болмаған деген әңгіме сол заманда өршіп тұрды. Әсіресе орыс зиялылары тарапынан айтылатын. Тағдыр тағылымын оқысаңыз Өзбекәлі би өнеріне ерекше тоқталады.
қазақта би болмаған деп кемсітіп сөйлеуге өлердей қарсы. Былай қарасаң, әлем мәдениетінің жауһары опера мен балет өнері де әуелде еш халықта болмады. Оның бәрі заман келе жетіліп шыққан адамзаттық құндылық. Ол кезде Мәскеу мен Ленинградқа барып би өнерін оқып келген қазақтар болған, бірақ оларда ұлтшыл мінез бен намыс жоқ. Хит етсе ақша сұрап, жағдай айтып шыға келетін. Өзбек елінің бір мінезі ондай мәңгүрттермен істеспейді. 1972 жылы Арқалық театрының әртістері еуропалық бір қойылымды сахналады. Олар Мәскеудегі Щепкин атындағы театр училищесін бітіріп келген талантты түлектер еді. Спектакль премьерасын тамашалауға осы әртістердің Мәскеудегі ұстазы Владимир Смирнов қатысты. Өзбек елі оны Арқалыққа арнайы шақыртқан. Смирнов қойылымның сапасы мен биік деңгейін көріп риза болды. Осыдан соң Смирнов өзбек әлінің достығы беки түсті. Дастархан басында өз аға, маған қазақ биін теориялық тұрғыдан зерттеп, академиялық бағытын шегелеп беретін ғалым тауып бер деп Смирновқа қолқа салды. Қонағы келісті. Көп ұзамай өзбек әліні Мәскеуде тұратын Ольга әжемен таныстырды. Ольганың әкесі театр өнерін зерттеуші әйгілі ғалым, ал шешесі мықты мүсінші болыпты. Өз аға мен Ольга апайға шәкірт етіп бекітті. Онымен 20 жылдай жұмыс істедім. Ол МХАТта 1956 жылдан бері мұғалім екен. Маған сабақ беру үшін Мәскеуден Арқалыққа келіп жүрді. Арасында Мәскеуге мен бардым. Өз ағам соған қатты мүдделі болды. Бір кісі ескіше би қимылын біледі дегенді құлағы шалып қалса, ол сол заматта астыма көлік беріп сол ауылға аттандыратын. Бір күні өзбек әлі Ольга апайды қолқалап, сүгірдің шалқыма деген керемет күйі бар, соған би қойып берсең деп өтінді. Айтқаны екі болмады. Ольга апай шалқымаға әдемі би жасап берді. Билетін ұлттық киімді өзбек әлі Мәскеудегі Большой театр шеберханасында тіктірді. Көздің жауын алатын әсем киіммен иығыма торсы қойып сахнаға шықтым. Түрлі қимыл қозғалыспен көшпенді халықтың мәдениетін сипаттадым. Соңында оркестрде отырған қыз-жігіттерге қымыз құйып бердім де биді ілтипатпен аяқтадым. Жұрт өнеріме риза болды. Кейін Қобыланды батыр спектаклін қойғанда да Ольга апайым қойылымның құнарын ұлттық би элементімен байытты. Кейін өз ағаның қызметі Алматыға ауысты. Мен тұрмыс құрдым. Ол кісі мәдениет министрінің орынбасары болған кезде Алматыда ұлт аспаптар музейін құруды қолға алды. 1982 жылы мені Алматыға көшіріп өкіметтен үй бергізді. Музей үйінің сахнасы бар екен. Сол жерде ұлттық би түрін дамытуды қайтадан қолға алдық. Айда бипылым, жез тырнақ, бай жігіттің жұптасып билеуі, келіншек биі, ортеке, айқоса, қылышпан, құсбегі сияқты ел арасында ұмыт болған би түрлерін қайта жаңғырттық. Өзбек елі музей есігін Яссауи кесенесінің қақпасына ұқсатып, принципті түрде қолдан ойып жасатты. Кейін түсініксіз себеппен ол есік ауысып, түпнұсқасы жоғалды. Ольга апай біздің салт дәстүрді зерттеп, одан би жасауға 25 жыл ғұмырын арнады. Мәскеудегі Ленин кітапханасында қазақ жұртының тіршілігі жайлы жазылған том-том кітапты үтір нүктесіне дейін қалдырмай оқып шығыпты. Сөйтіп жүріп, 5 казахских танцев деген еңбек жазды. Қазақтың 5 биін бүге-шүгесіне дейін қалдырмай, соқырға таяқ ұстатқандай етіп жазып шықты. Онымен тоқтамай, школа казахского танца деген тағы бір еңбекті жарыққа шығарды. Бидің қимыл қозғалысын суретке түсіріп, ақ қағазға қара сиямен мәңгілікке таңбалап тастады. Өзбек елінің осы ісін көре алмаған күншілдер, сендер қайдағы жоқ еврей қатынға жабысып алдыңдар, соны әлде қандай қап жүрсіңдер деп өзекті бұрқылдататын. Енді қараңыз, қазақ биін теориялық тұрғыда дәл бұлай терең зерттеген еңбек жоқ. Қазір жылдан жылға ұлттық өнерге деген сұраныс артып келеді. Жас бишілер ұлттық бидің мәнін ұғып сахнаға шығарғысы келсе, Ольга Галушкевич жазған 2 кітапты оқуға мәжбүр. Өз аға Ольга апаймен кездескен сайын қазақта бұрын мынадай болған деп тұрмыс тіршіліктегі құнды элементтерді айтып отыратын. Ольга оны ести сала кітапханаға барып түбін қопарып, содан би қимылын шығарып, оған философия сіңіріп сахнаға алып шығатын. Кейбір мәселеде келіспей қалса екеуі дауласып кететін. Ондай кезде Ольга бірінші шегінеді. Сөмкесінен шылым шығарып, асықпай шегіп ойланады. Сосын жарайды, Өзбекәлі және Бекович, уәжің дұрыс дейді де іске кірісіп кетеді. Алматы облысына келген соң Өзбекәлі Ольга апайды алдырып, мені қасына қосып, би жинап келіңдер деп жұмысқа жекті. Ұзынағаш жақта Үмбетәлі ауылында жасы 90-нан асқан Жамал Қырғызбаева есімді әже тұратын. 90-нан асса да әжеміз тың еді. Киіз басады. Қарияның киіз басы өнерін соңына дейін бақылап отырыңдар деп Өзбекәлі бізді Үмбетәліге жіберді. Өзі телефон соғып әкімдерге ескертіп қояды. Ольга апай жүнді шыбықпен сабаудан бастап, оны түту, тарау, жаю, ою салу, шеге орау, ыстық су құю, білектеу, соңында жігіттердің киізді домалатып шыққанға дейінгі процесін ерінбей бақылады. Бақылаған кезде ұйқымды келтіріп, жалқаулыққа сүйрейді деп деме, кім білсін тамақ ішпейтін. Шылым шегіп кірпік қақпай отыра беретін. Тіпті арасында Жамал әже екеуі қол ұстасып билеп те кететін. Бір кезде шаруа аяқталды. Су жаңа киіз буы бұрқырап, оюлары жалт-жұлт етіп дайын болды. Бұдан соң Ольганың ісі басталды. Жадына тоқып, көкірегіне түйіп алған әрекет
қозғалысы театрға келген соң көркем түрге түсірумен әуре болды. Біраз уақыттан кейін әженің қимылы көркем би болып сахнада сөйлеп тұрды. Міне, Алтынай би ансамблінің репертуары ұлттық бимен осылай толысқан. Ольга Галушкевич 1993 жылы дүниеден өтті. Оның аяқтай алмай қалған Бақсылар биі еңбегін Өзбекәлі өзі аяқтап жарыққа шығарды. Наурыздың оралуы. Орта Азия ежелден-ақ түрлі өркениет пен мәдениеттің сапырылысып, тоқтаусыз синтезделіп жататын қайырлы мекені. Ұлы жібек жолының осы өңірді басып өтуі көшпелі халықтың экономикалық қуатынан бөлек мәдени құнарында байытты. Иран және Тұран өркениеті ұдайы әсерлесіп отыратын. Сол себепті Наурыз сөзінің шығуы тегі парсыша болғанымен ішкі мазмұны келе-келе мұсылманданып кетті. Бұл мейрам Құран мен сүннетте тікелей аталмаса да, жақсылық пен жаңалықтың жаршысы болғасын ислам тарапынан тыйымды салынған жоқ. Керісінше бірлігі ыдыраған ел-жұрттың басын қосып рухани үгіт-насихат жүргізуге таптырмайтын себеп еді. Сондықтан қазақ топырағында Наурыз мерекесі көшпелі халықтың салтымен араласып, өзіне ғана тән әдемі реңге боялды. Кейін ұлыстың мерекесі ретінде міндетті түрде тойланатын болды. 1917 жылы Ресейдегі төңкерістен соң әлем тарихымен бірге қазақ мәдениеті де сойқан өзгеріске ұшырады. Ақ патшаны төңкеріп совет өкіметін орнатқан большевиктер 1926 жылы СССР құрамындағы Орта Азия елінің бәріне Наурыз тойлауға тыйым салды. Себебі бұл күні жұрт рухани бірігіп кететін, халық жаппай жиылып, діни қиса, тарихи жыр айтып, ән күй шырқайтын. Бұл кезде большевиктер совет адамын жасай алмай малтығып жатқан. Сондай сәтте Наурыз тойлаған халықтың тарихи жады оянып, мәдени идентификациясы қозып қоя беретін. Осындай көзге көрінбейтін тегеурінді кедергіні бір жола жою үшін Наурызды ойлауға түбегейлі тыйым салуға тура келді. Ал Құрбан айт, ораза айт одан кейін 4 жыл өмір сүрді. 1930 жылы оларға да кезек келді. Наурызға тыйымның қатты болғаны сонша, 1988 жылға дейін Орта Азияда Наурыз тойлайық деп бастама көтеруге ешбір шенеуніктің саяси жігері жетпеген. Бұл ерлік Өзбекәлі Жәнібекке ғана нәсіп болды. Бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Наурыз ресми тойланбаса да бір жола тоқтап қалмаған. Әсіресе қазақтар тығыз қоныстанған өңірде бұқара халық жиналып тойлай беретін. Олар текеметін далаға төсеп, көже пісіріп, бауырсақ жасап, көк шалғының үстінде әңгімесін айтып, батасын қайырып, бетін сипап тарасатын. Бірақ солтүстік аймақта бұл мереке ұмытылып кеткен десе де болады. Әдетте саяси сауаты бар адам кез келген қоғамдық толқу мен халықтың өзгерістің артында қозғаушы біреу тұратынын сезеді. Оны саяси қайраткер деп атайды. Шынайы қайраткер өзін күрескер ретінде мақтанып көрсетпейді. Ол қоғамдық тұлғалардың басын қосып бір мүддеге жұмылдырады. Ал өзі мемлекет тарапынан олардың бастамасын қолдаған сыңай танытып отырады. Өзгеріс осылай жасалады. Наурыз мерекесін кім қайтарды деген сұрақ пайда болғанда, оны алғаш мен қозғадым деп бірнеше қаһарманның шыға келетіні осыдан. Себебі саяси қайраткер жекелеген тұлғаға сыбырлап, билікке қарсы ұсыныс тастады. Ұсыныс қабыл болғанда әлгі тұлғалар қозғаушы күш расымен де өзім екенмін деп ойлап қалады. Осылайша бір бастаманың бірнеше авторы пайда болады. Наурыздың ертең оралуына 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы тікелей әсер етті. Көтерілісте қан төгіліп, бірнеше студент нақақ сотталды. Мәскеу билігі көтерілісті аяусыз жаншыса да, Алматыда бәрібір өзге атмосфера қалыптасты. Ұлттың оянуы бұрынғы орыстану ережесін бірден тежеді. Қонаевтың орнын басқан Кольбин ыңғайсыз жағдайда қалды. Келмей жатып беделінің күл-талқаны шықты. Ол абыройын көтеру үшін ұлтшылдардың мұң-зарын тыңдауға мәжбүр болды. Сүйкімді көрінгісі келгені сонша тіпті репетитор жалдап қазақ тілін үйренуге бәрін салды. Құрметті оқырман, осы жерде бір нәрсені айта кетейік. Кольбин басшы болып келген соң Өзбекәлінің қызметі қайтадан жоғарылады. Ол 4 айдай мәдениет министрі, сосын республиканың идеология бойынша хатшысы болып тағайындалды. Құлбек Ергөбектің сөзімен айтқанда, Өзекеңнің жолына тор құрып, қызметте құлатамыз деп жүрген пенделер басы Меңдібаев болып қызметтен алынып, берекесі қашты. Ал бұқара жұрт үшін Өзбекәлінің Алматыға қайта оралғаны әділдіктің салтанат құрғанындай әсер етті. Мұхтархан Манафов мынандай естелік айтады. 1987 жылы Өзекең министр болғанда мәдениет министрі болуыңызбен құттықтаймын. Тарихи әділдік ақыры жеңді, телеграмма жібердім. Кейін Алматыға барғанымда Өзекең кабинетінде қабылдады. Кіре сала телеграммамды көрсетіп, сенің мынауың не, сен тентек қашан адам боласың. Өстіп те телеграмма салам екен деп қағазды көрсетіп ұрысқан болды. Бірақ сағынғанында көрініп тұр, құшақтасып көрісіп өнер жайында біраз сұхбаттастық. Әдетте басшылық өзгерген кезде кадр құрамы қоса ауысады. Былайша айтқанда әр басшы өзінің командасын құрады. Мұның бір жақсы жері бақталастар қазған ор ішінде тұншығып жатқан Өзбекәлі сияқты ақ жүректердің кең тыныстауына жол ашады. Кольбин келген соң Алматының кәрі коммунистері ұзақ жыл отырған жылы орнынан бір күнде босады.
билік тізгіні қолға тиген күні-ақ өзбек әлі оны ұлт мүддесіне тиімді пайдаланды. Соның бірі наурызды қайтару операциясы. Ол үшін ұсыныс жоғарыдан емес, төменнен түсуі шарт. Яғни жұрт сұрап жатқан сияқты оқиға түсу керек. Өзбек әлі танымал тұлғалардың аузымен наурызды қайтару жайлы әңгімені қарша боратты. Халық алдында абырой жинауға мұқтаж Колбин бұл ұсынысты амалсыз қабылдады. Осылайша әз наурыз алғаш рет 1988 жылы Алматы қаласында тойланды. Мереке күні қаланың көрнекі жерлерінде ұлттық киім киген ансамбльдер көктемде құлпырған қызғалдақтай жайқалып шыға келді. Бейне бір ертегі кейіпкеріндей ұсталар мен зергерлер көше-көшенің бойында дүкен құрып, темірден бұйым түйіп халыққа ұсынып жатты. Алматыда ана тілінде сөйлеуге зар болып жүрген қазақтар мәдени мұрасымен табысқанда эйфорияға түсіп естен танды. Республика сарайының алдында алтыбақан құрылды. Жастар ғашықтық ән шырқады. Киіз үйлер тігіліп, тегін наурыз көже таратты. Балуандар белдесіп, жігіттер жамба атысты. Ұлттық киім киген қазақтар көшеде бір-бірімен қауқылдасып көрісіп, бір жасап қалды. Өзбек әлінің жары Қалихан апамыз бұл күндер жайлы бүй деп толғайды. 1988 жылы наурыз өткізерде өз аған қатты қобалжыды. Не болар екен, қалай өтер екен деп түнімен ұйықтамады. 22 наурыз күні таңертең көшеде мерекелік көңіл-күй пайда болды. Далада серуендеген жұрттың көбі ұлттық киім киіпті. Жастар алтыбақан теуіп жүр. Көше мен саябақ қазақша әнге толысты. Біз қазіргі Достық көшесімен жоғары көтерілдік. Кенет үлкен концерттік бағдарламамен әртістер керуені көш тартты. Керуеннің басында әдемі шапан киген, ақбоз ат мінген жас жігіт келеді. Бұл жігіт Мұхтар Шаханов еді. 1988 жылы наурыз өткізуге тәжіктер мен өзбектерден ынта білдірді. Әлі есімде, сол жылы таудағы үйде тұрғанбыз. Кешке жақын өзбек әлі жұмыстан келісімен телефон қоңырауы шырылдай бастады. Бәрінің наурызға арналған той жайында білгісі келді. Елдегілер, не көмек керек, қандай тапсырма бересіз деп соқты. Көрші елдің мәдениет басшылары тәжірибемен бөлісіңіз деп хабарласып жатты. Наурыз түркіге ортақ мереке болғасын, оны тойлауға бауырлас елдерде ниет білдірген. Өзбек әлінің бастамасы бәрінің ұлттық идентификациясын оятып жібергендей. Қазақтар наурыз тойлайды дегенді естігеннен ақ олар да жарысып, наурыз тойлауға кірісіп кетті. Бірақ республика деңгейінде ауқымды өтіп тойлаудың бағдарламасын білмедім. Бірақ соның білгірі өзбек әлі Жәнібек екенін олар да мойындады. Бізбен сұхбаттас болған өзбек әлінің тұңғышы ниетшін мынандай естелік айтады. Бір күні үйдегі телефон безілдеп қоя берді. Тұтқасын көтерсем, Өзбекстанның мәдениет саласының шенеунігі екен. Бұл Өзбек әлі Жәнібековичтің үйі ме деп сұрады. Иә, деп жауап бердім. Бірнеше күннен бері әкеңнің қызмет телефонына түсе алмай жатырмыз. Болмағасын үйіне соғуға тура келді. Әкең үйде болса трубканы бер деді. Әкем үйде жоқ, жұмыста. Не айтайын дедім. Ол бізде 1926 жылдан бері наурыз тойлай алмай келе жатырмыз. Алматы мемлекеттік деңгейде тойлайын деп жатыр екен. Бұрынғы тыйымды қалай сындырды? Мәскеумен қалай келсеміз? Соларды сұрап, мүмкін болса Өзбекстанда наурызды тойласақ деп едік деді. Мен жақсы, әкеме айтайын, өзі хабарласар дедім. Меніңше кейін олар өздері сөйлескен сияқты. 1988 жылы өзбектер наурызды тікелей тойлай алмады. Оның атын өзгертіп, Бахор деген мереке өткізуге Мәскеуден әрең рұқсат алды. 2 жылдан соң ғана наурызды тойлады. Тәжіктердің наурыз тойлау әдісіне үңілсеңіз, өзбек әлінің қолтаңбасын байқайсыз. Мауриф ва Маданият деген газетінің редакторы Буринис Бердиев наурыз жайлы мақала жазды. Оны идеология хатшысы көріп қойып, түсініктеме алу үшін партияға шақыртады. Кейін бұл мәселе Тәжік жазушылар одағында талқыланады. Одақтың төрағасы Мирза Турсунзода бастаманы мақұлдап, наурыз тойлау туралы партияға ұсыныс түсіреді. Идеология хатшысы оны қолдайды. Сөйтіп олар 1999 жылы тойлайды. Не үшін өзбек әлінің қолтаңбасы деп айтып жатырмыз? Себебі біздегі наурыз тойлайды сценарийі осыған ұқсас. Өзбек әлі 9 ақпанда идеология хатшысы қызметіне отырды. Арада бір апта өтпей Лениншіл жас газетінің тікелей телефон айдарында Мұхтар Шахановпен сұхбат болады. Онда наурыз туралы мәселе көтеріледі. Газетке көлемді мақала шығады. Өзбек әлі сол мақаламен ойда жоқта танысқан болып, газеттің редакторы Уәлихан Қалижанды түсініктеме беру үшін өзіне шақыртады. Сосын наурыз айының басында жазушылар одағында жиын болып, наурыз мәселесі көтеріледі. Жиынға өзбек әлінің өзі де қатысады. Зиялы қауымның ұсынысын жинаған болып, Колбиннің алдына кіреді. Қарап отырсаңыз, тәжіктердің рұқсат алу сценарийі біздікімен бірдей. Түркімен мен қырғыздар бұл науқанға 1991 жылы қосылады. Бізше олар да өзбек әлімен кеңескен шығар деп ойлаймыз. Бір қызық, әзірбайжандар наурызды 1967 жылы тойлаған, бірақ оның саяси астары бар еді. Себебі 1968 жылы СССР бас хатшысы Брежнев Иранға сапармен барады. Екі ел арасындағы мәдени достықты нығайту үшін Иранмен шекарадағы Әзірбайжанға наурыз тойлауға рұқсат берген. Бірақ бұл мерекенің ғұмыры бір-ақ жылға созылады. Келесі жылы тыйым салады. Содан соң араға 25 жыл салып, 1992 жылы қайтадан тойлана бастайды. Түркияның өзінде наурызды 1991 жылдан бастап тойлады. Әлде посткеңестік түркі елдерінен үлгі алған шығар.
Бізге анығы наурызды СССРге мойындатқан екі адам бар. Оның бірі Тұрар Рысқұлов. Ол 1920 жылы қаңтарда Түркістан Республикасы орталық атқару комитетінің төрағасы болып сайланды. Билікке келе сала Мәскеумен келіспестен наурызды мемлекеттік мереке етіп белгілеп бұйрық шығарды. Сөйтіп 1920 жылы орталық Азияда алғаш рет наурызды ресми тойлады. Бұл тойлау 1926 жылға дейін созылды. Екінші адам Өзбекәлі Жәнібек. Егер байқасаңыз, ол ұлыс күнін өткізуге рұқсатты наурыз айының алғашқы аптасында ғана алды. Күн мен түннің теңесуіне 15 шақты күн қалған. Бірақ дайындыққа осы 2 жұманың өзі жететін еді. Себебі Өзбекәлінің жоспары мен бағдарламасы әуелден дайын. Кабинетіне келді де телефон тұтқасын қолға алды. Заматта жан-жаққа тапсырмалар беріп тастады. Құлбек Ергөбек жинаған бір естелікте Өзбекәлінің ұстазы Құтым Ордабаев бүй дейді. Өзбекәлі бір демалыста ауылға келіп, Арыстан бабқа зиярат етіп, анасының басына Құран оқыды. Сосын ауыл қарияларының ортасында отырып бір игілікті әңгіме бастады. Наурыз мерекесі көп болды, тойланбай кетті. Наурыз жайлы көп ізденіп зерттедім. Оны атап өтуге орталық комитет қарсы емес. Жақында арнайы қаулы шығады деді. Бұл хабар бізге қуаныш лебін әкелгендей сезілді. Сөз соңында Өзбекәлі наурызға дайындала беру керек деген тапсырманы да ескертті. Мен ол кезде аудандық оқу бөлімінің меңгерушісі едім. Өзекеңнің қуанышты хабары барлық мектепке жеткізілді. Дайындық ісі қолға алынды. Осындай естеліктерді оқып отырып, наурыз өткізу жайлы идея әуелден Өзбекәлінің жоспарында болған деген тұжырымға келесіз. Әйтпесе 9 ақпанда қызметке отырған адам небәрі 40 күн ішінде наурыз өткізуге рұқсат алып, әрі оны жоғары деңгейде тойлап үлгере ала ма? Үлгеру үшін не істеу керек? Біздіңше ол наурыздың сценарийін баяғыда жазып қойған. Есіңізде болса, 1971 жылы Торғайда «Проводы русской зимы» деген атпен наурызды тойлап жүрген. Республика деңгейіне тойлауға қолында билік тізгіні болмады, немесе Алматыдағы кәрі коммунистер мүмкіндік бермеді. Сәті келгенде бір сағатты да босқа кетірмей, өзі сызған сценариймен жүріп шықты. 1988 жылы қайта оралған наурыздың бұрынғы наурызға ұқсамас тұсы көп. Айталық, бұрынғы көшпелі халық өз мәдениетінің ішінде өмір сүріп жатқасын көрме ұйымдастыру, ұлттық киім кию сияқты шоу форматындағы элементтен ада болған. Себебі олардың ұлттық киімнен басқа киері жоқ, және шеберхана, ұстахана, киіз үй, қазан, ошақ сияқты дүниені күнде көріп жүр. Ал СССР кезінде отырықшы халыққа айналған соң өз мәдениетінен алшақтады. Көбісі ұмытып қалды. Өзбекәлі үшін оларды өз мәдениетімен тұтастай таныстырып қалатын мүмкіндік наурызда ғана туады. Сондықтан ол наурыз тойлаудың тың концепциясын жазып шықты. Қазақ мәдениетінің элементін паш ететін қандай өнер түрі бар, соның бәрін наурызда жаппай көшеге шығарды. Мереке бір күнде жылт етіп бітіп қалмас үшін Алматының әр ауданы кезегімен бөлек-бөлек тойлады. Мәселен, Ұзынағашта 1988 жылғы наурызды 24 сәуірде өткізген. Бір ай ішінде қала қазақтары санасына жабысқан мәңгүрттік дерттен айығып, рухани сауығып қалатын. Наурыз айында Өзбекәлі Торғайда жиған тәжірибесін республикаға қолданды. Барлық аудан мен ауылда көше тазалап, тал егуден жарыс ұйымдастырды. Мереке біткесін аймақ басшысы көп тал еккен, көшесін таза ұстаған тұрғындарды марапаттап сыйлық беретін. Соның арқасында Қазақстан қоқыстан тазарып, күзеннің терісінде жылтырап шыға келетін. Өкінішке қарай, қазақтардың наурызда жаппай өркениет пен мәдениетке талпынуы Өзбекәлінің кезінде ғана болды. Ол биліктен кетіп, ықпалы әлсіреген соң наурыздың құнары да сойылды. Сойылғаны сонша 2022-23 жылдары наурыз тегін тамаққа таласып, бір сәт қарын тойдыратын деңгейге құлдырады. Әсіресе наурыз көшеге таласып, бірін-бірі таптап, ұрысып, айқайласып жатқан видеолармен ғана есте қалды. Жұрт наурыз тойлауды қайтадан ұмытып қалды. Осындай іс-шаралар кезінде Мәдениет министрлігінде Өзбекәлі сияқты тұлғаның жоқтығы білінеді. Халықты рухани деградациядан алып шығып, ең құрығанда тамаққа таласпауды үйрететін бір шенеунік табылмады. Әрине, қоғамда немесе билікте ұраншыл, ұлтшыл қаһармандар бар. Мұны мерекені ұлт пен ұлыстың басын қосатын деңгейде тойлап бердіп, солардың қолына билік пен бюджетті ұстатсаң, ішіп-жеммен аяқталатын тойдан артық ештеңе жасай алмайды. Ол үшін Өзбекәлі сияқты жеті қырлы, бір сырлы болуын керек. Ол этнография ғылымымен сол үшін тыңғылықты айналысты. Қазақ мәдениетінің ұсақ-түйек элементіне дейін шашау шығармай жинап жүруге бейімделді. Одан бөлек осынша мәдениетті бір уақытта жарқ еткізу үшін мемлекеттік деңгейде мерекенің концепциясын жаза алатын потенциалы болды, және ойына алған жоспарын қорықпай жүзеге асыратын саяси жігері мұқалмады. Тайқазанның тағдыры. Өзбекәлінің және бір үлкен ерлігі Тайқазанды қайтарды. Өзбекәлі болмаса, Яссауи кесенесінен Тайқазанды көру бақыты бізге бұйырмас еді. Әрине, тәуелсіздік алған соң наурызды бәрібір қалпына келтіріп тойларымыз анық, ал Тайқазанды қайтару қиын. Ол да Кенесары ханның бас сүйегі сияқты тылсым аңызға түрткі болып жүрер ме еді, кім білсін. Өзбекәлі қолға тиген биліктің мүмкіндігін мүлт жібермей Тайқазан үшін күресті бастады. Ол жайлы сәл кейін тоқталамыз. Алдымен Тайқазанның Эрмитажға қалай кеткені жайлы тарихты тарқатып көрейік.
1935 жылдың 11-16 қыркүйегінде Ленинградта Иран өнері мен археологиясына арналған халықаралық конференция өтті. Конференция кезінде Эрмитаждың 84-ші залында шығыс мәдениетіне арнап көрме ұйымдастырды. Сол көрмеге қою үшін яссауи кесенесінен тайқазан мен оннан аса жәдігерді уақытша әкетеді. Бір қызығы, осы әрекеттің бәрі ресми құжатталып архивте сақталған. Тайқазанның тарихи отанына сәтімен оралуына осы құжаттың да әсері болды. Конференцияға Австрия, Англия, Ауғанстан, Германия, Голландия, Дания, Иран, Испания, Палестина, Польша, Сирия, ақш, Түркия, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швеция сияқты 18 елден 188 ғалым қатысқан. СССР тарапынан академик Якубовский темір дәуіріндегі Орта Азия шеберлері атты баяндама оқыды. Баяндамада Әмір Темірдің кесенеге сыйға тартқан тайқазан мен 6 шырағдан және есіктерге орнатылған 4 балғасы жайында айтады. Тайқазан расымен де көрмеге келген жұртты баурап алған теңдесі жәдігерге айналыпты. Оны сол замандағы газет жаңалықтарынан байқауға болады. Көлемі жағынан әлемдегі ең үлкен қазанның қазақ мәдениетінің ошағынан табылуы арқауы үзілмес абырой болыпты. Заман тыныш болса, бұл құнды жәдігерлер ың-шыңсыз Түркістанға оралар еді. Бірақ 1936 жылы сталиндік репрессияның ызғары басталды. Bir жыл бұрын Сталин өзінің басты бәсекелесі Кировті қастандықпен өлтірді. Сосын өзге конкуренттерге қысымды күшейтті. СССР кеңістігіндегі халық жауларын аңду, қамау, қинау, соттау, жер аудару сияқты үрейлі атмосфера қалыптасты. Міне осындай жайсыз көңіл-күй игі жақсылардың мәдени мұраларды түгендеуіне мұрша бермеген сияқты. Себебі Қазақстанда да жақсы мен жайсаңды халық жауы деген түсініксіз айыппен жаппай атып тірлерін Сібірге айдады. Репрессияның қарқыны басыла бергенде екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Соғыс біткен соң 1946 жылы СССР министрлер кеңесінің төрағасы Маленков тарапынан қысым басталды. Қазақ, татар, башқұрт зиялыларының еңбектері цензураның қатаң сүзгісінен өтті. Ол аяқтала бергенде 1952 жылы Правда газетіне шыққан аты шулы мақала кесірінен Бекмаханов бастаған қазақтың маңдай алды азаматтары сотталып кетті. Bir қызметінен алынып, бірі Мәскеуге қашып тарыдай шашырады. Сталин өліп, қуғын-сүргін тоқтай бергенде 1954 жылы Қазақстанның бірінші хатшысы Пономаренко қаулы шығарды. Совет өкіметі енді киелі жерлерге қарсы күрес бастап кетті. Баянауылдағы Мәшһүр Жүсіптің кесенесі осы кезде қиратылды. Халықтың әулиеге зиярат ету ғұрпына тыйым күшейді. Мәшһүр Жүсіптің кесенесінен соң басқа да киелі орындарға шабуыл жасалды. Хрущевтің кезінде егіс даласына жаппай жүгері егу науқаны басталды. Мүмкін болған жердің бәріне жүгері екті. Кейбір әулиенің кесенесін сүріп тастады. Кейбірінің кесенесіне тақап тұрып еге салды. Мәселен, сондай науқанның кесірінен Арыстан-баптың кесенесі құзданып, бір шеті құлап қалған. Киелі Қаратау қойнауында жатқан Ысқақ бап кесенесі астық сақтайтын қоймаға айналды. Сол күйі тұра берер ме еді, кім білсін. 1959 жылы Мұхтар Әуезов ата-бабасына зиярат етіп, осы өңірге келеді. Ленин сыйлығын алған абыройының арқасында Ысқақ бабқа ара түсіп, кесенесін астықтан тазалайды. Әулиелердің мазары осылайша тепкі жеп жатқанда тайқазанды іздемек тұрмақ яссауи кесенесіне кірудің өзі мұң болған. Соның кесірінен Қазақстандағы советтік мектептің жаңа буыны кесенеде тайқазан болғанын ұмытып қалған. Тіпті Түркістанда тұратын халықтың есінен шығып кеткен. Тек ғайыптан тайып тарихта мұндай оқиғаның болғанын жадында берік тұтқан санаулы қайраткер қалған. Соның бірі Өзбекәлі Жәнібек. Бұл асыра сілтеп айтқандық немесе Өзбекәліні шексіз мақтау үшін жазылған сөз емес. Оны сол замандағы естеліктерден анық байқайсыз. Мәселен, 1988-95 жылдар арасында Әзірет Сұлтан музейін басқарған Нұрмахан Назаров мынадай естелік айтады. Тайқазанның Эрмитажға уақытша көрмеге кеткенін алғаш Өзбекәліден естідік. 1962 жылы ол бүкіл одақтық комсомол хатшысы Тежельниковты Түркістанға ертіп келді. Сол шараға жас комсомол ретінде мен де қатыстым. Сонда Әзірет Сұлтан кесенесін аралатып жүріп, тайқазан жайлы әңгіме айтты. Оның бұрын қай жерде тұрғанын қолмен көрсеткені әлі есімде. Кейін аупарткомда нұсқаушы болып жүргенімде өз ағаңның тапсырмасымен Мәскеуге бара жатқан депутаттарға, делегаттарға тайқазанды қайтару жөнінде бірнеше рет хат дайындадым. Бірақ нәтиже болмады. Түркістанның тумасы болса да, Нұрмахан Назаровтың тайқазан жайлы ақпарат білмеуі қалыпты жағдай. Себебі ол 1944 жылы дүниеге келді. Ал тайқазан Эрмитажға 1935 жылы кетті. Тіпті 1930 жылы туған түркістандық тұрғынның өзі тайқазан кеткенде 5 жаста болған. Яғни еш жинап үлгермеген сәби еді. Ал 1989 жылы тайқазан елге оралғанда әлгі 5 жасар сәби зейнетке шығып жатты. Байқасаңыз, арада 3-4 буын ауысып үлгерді. Тайқазанды ұмытып қалатындай да жөні бар. Қазір Әзірет Сұлтанның абыройы асқақтап, оған зиярат етушілер жылдан жылға көбейіп келеді. Кесенеге кірген жұрт тайқазанға таңғала қарап, оның тарихын сұрап жатады. Ленинградтан тайқазанды қайтарып алған қандай батыр деген сауалда еріксіз қойылады. Бірақ соның жауабын іздегенде біраз қиындыққа ұшырайсыз. Өлеңге де
әркімнің бар таласы дегендей, мұндай іске таласушы тұлғаның қарасы көп. Осы тақырыпты қазып ізденетін болсаңыз, Тайқазанды қайтарайық деп мәселе көтеріп, Ленинградқа хат жазған мен едім деп басталатын сұхбат пен естелік жетіп артылады. Тіпті біреуі қызды мен осыны кезінде Өзбекәліге айтқанмын. Кабинетінде салқын қабылдады. Қайтесің соны дегендей сыңай танытып шығарып салды деп келетін сұхбат жариялады. Назарбаев дәуірінде елбасына жағымпаздану дерті асқынған шақта Тайқазанды біздің Нұрекең тікелей араласып алдырған деп те пікір айтты. Бұл кітапта біз ол пенделерді айыптап әшкере қылмаймыз. Себебі жақсылық жаманды ойлардың да Тайқазанды қайтару операциясына жанама түрде қатысқаны рас. Кейбірі бұл операцияға Өзбекәлінің қатысы барын білмеген. Себебі бұл ұйымдастырушы әманда көлеңкеде қалуға тырысқан. Ол Ленинградтағы Эрмитаж басшыларының жекесін жұқартып, қарсылығын азайту үшін Қазақстандағы мәдени мекемелердің атынан түрлі талап арызды қарша боратқан. Кейбір тұлғаларды Эрмитажға дүркін жұмсаған. Бұл жайлы Мырзатай Жолдасбековтың мынандай естелігі бар. Өзбекәлінің тапсырмасымен 2 рет Ленинградқа Эрмитажға бардым. Бірінші рет барғанда Эрмитаждың директоры Петровский деген шал жасы 90-нан асқан шағы еді. Ол: сіздерден баяғыдан хат өтініштер келіп жатыр, қазір береміз деп айта алмаймын деді. Ол кезде Петровский СССР мәдениет министрлерінің сөзін шыбын шаққан құрлы көрмейтін. Екінші рет Өзбекәлі арнайы жіберді. Әуелі біреулермен сөйлесіп алды, сосын енді барып жолықсақ болады деді. Бұл жолы Петровскиймен ұзақ әңгімелестік. Сөз арасында Тайқазан кеткелі қазақтан ырыс береке кетті. Қазір халықтың жағдайы нашар. Тайқазан елге оралса бірлік береке, ырыс несібеміз қайта кірер еді деп үміттенеміз дедім. Солай ма, ендеше бұл сұрақты шешеміз деді директор. Дәл осындай өтінішпен Петровскийдің кабинетіне тарихшы Зікірия Жандарбекте, музей қызметкері Рахия Жүзбаева да, Түркістанның сол кездегі қалалық кеңесін басқарған Еркін Жорабеков те, кеңес одағының батыры Расул Есетов те барған. Камал Смаевтың естелігін оқысаңыз, Өзбекәлі оны да жанына Устиновты қосып Эрмитажға жұмсаған. Петровский мұндай мәдени шабуылдан шаршаса керекті. Құжаттарды түгендеңдер де көлікпен тиеп әкете беріңдер, қарсылығым жоқ деді. Шешуші шайқас архивте 1935 жылға құжат табылған кезде басталды. Онда Тайқазанды уақытша алғаны тайға таңба басқандай жазылыпты. Өзбекәлі бұл іске архивистерді де жеккен еді. Құжат табылған соң Тайқазанды қайтарып беріңдер деген қысымды күшейтті. Беделін салып СССР мәдениет министрлігіндегі сөзі өтетін қызметкердің бәрін өз тарапына шығарды. Соның арқасында ғана СССР мәдениет министрі Закаровтың Тайқазанды қайтарыңдар деген қаулысы шықты. Жәдігердің Түркістанға оралатыны әбден белгілі болған кезде оның атағы мен абыройын іліп түскісі келетін мекеме басшылары Эрмитажға хат жазып, батырлар тізіміне ілініп кетуге тырысқан. Бір жағынан Өзбекәлі де Тайқазан операциясының автор ретінде өзін жарияламады. Иесі жоқ олжа әлбетте көп азғырады. Бірақ сол кездегі Әзірет Сұлтан музейінің директоры Нұрмахан Назаровтың естелігін оқысаңыз, Тайқазанды қайтару операциясының шын иесін байқайсыз. 1988 жылдан бастап Мәскеуге Тайқазанды қайтару туралы қоғам, әдебиет және өнер қайраткерлерінің қолы қойылған хаттар жөнелтіп бастады. КПСС басшылығына СССР жоғарғы кеңесінен Түркістаннан сайланған делегаттар мен депутаттар арқылы талап-тілектер жолдадық. Әділін айтсақ, бұл істің басында Өзбекәлі Жәнібек тұрды. Біз де өз ағаның қамшылауымен 1989 жылға 6 шілдеде Әзірет Сұлтан ұжымы атынан темірді қызған кезінде соқ дегенде СССР халық депутаттары съезіне жеделхат жолдадық. Онда былай делінді: СССР жоғарғы кеңес төрағасының бірінші орынбасары Лукьянов Жолдасқа 2000 жылдық тарихы бар ежелгі Түркістан қаласының еңбекшілері Ленинград Эрмитажындағы қазанды өзінің заңды иесіне Ахмет Яссауи музейіне қайтару туралы жоғарғы кеңестен бірнеше рет өтініп сұраған едік. Мәскеу біздің өтінішімізді қанағаттандырады деп сенеміз. Ахмет Яссауи музейінің директоры Назаров. Осыған қоса және бір жеделхат жолдадық. Оның да мәтінін келтіре кетейік. Қазақ СССР депутаттары Назарбаев, Сүлейменов, Шақанов Жолдастарға Түркістан қаласының еңбекшілері тоқырау және қайта құру жылдарында СССР жоғарғы кеңесіне Ленинград Эрмитажындағы қазанды өзінің заңды иесі Ахмет Яссауи музейіне қайтару туралы сан рет өтініш жасаған еді. Осыған ықпал етулеріңізді сұраймыз. Осындай жеделхат Лукьяновқа жолданды. Ахмет Яссауи музейінің директоры Назаров. Сол күні жоғарғы кеңес хатшылығындағы Боропаевтың атына жеделхаттарды алдық деген жауап келді. Сөйтіп Құдай сәтін салды. Ұзамай СССР мәдениет министрі Захаровтың Тайқазанды Түркістанға қайтару туралы бұйрығы шықты. Қасыма бір милиционер қосып, 2 жүргізуші отырғызып, Ленинградқа бардық. Тайқазанды КамАЗ жүк көлігіне тиеп, түрлі өткелден өтіп, неше мың шақырым жол жүріп, елге алып келдік. Оның өзі ұзын сонар қызық әңгіме. Осылайша 54 жылдан соң Әзірет Сұлтан кесенесінің бас жәдігері өз еліне, өз ошағына оралды. Сөйтсем, бұл Тайқазан көп кешікпей келетін тәуелсіздігіміздің қарлығаш хабаршысындай болған екен-ау. Тайқазан оралғанда Түркістан халқының қуанышында шек болмады. Талай жиын өтті. Академик Зейнолла Қабдолов Түркістандық кеңес одағының батыры Расул Есетовтың толғана сөйлегені көз алдымда.
Зейнолла Қабдоловтың бұл қазан халқымыздың ырыс қазаны. Қазақ жерін мекендеген халықтың жиғаны да, иманы да осы Тайқазан деген сөзі ерекше тебірентті. Менің де қуанғаннан жүрегім тулады. Аузымнан өлең шумақтары төгіле берді. Тарих баян, сыр қылып, айтып келем Тайқазан. 54 жыл қыдырып, қайтып келген Тайқазан. Әмір темір кезінде сыйға тартқан Тайқазан. Таусылмайтын несібе, ғимаратқа Тайқазан. Айт дегенде ағайын, арқам қызған Тайқазан. Таңдайына талайдың нәр тамызған Тайқазан деп жырлай жөнелдім. Өз ағам 2,5 айдан соң жетті. Келе сала Тайқазанды құшағына алып ұзақ тұрды. Іште егілді ме, кім білсін. Көзіне қарасам кірпігі суланыпты. Шыны керек, қасиетті Тайқазан өзбек елінің тоқтаусыз төбелесінің арқасында қайта оралды. Егер ол сәл шегініп тоқтағанда, Тайқазанды елге қайтарып үлгермес едік. Себебі санаулы айдан соң 1990 жылы есік қағып кірді. СССР-дің іргесі сөгіліп жатты. 15 мемлекет бөлініп шекарасын шегендеп алған соң өзге елден жәдігер тасымалдау қиынға түсер еді. Осы орайдағы ең бір аталы сөзді академик Өмірзақ Айтбаев айтты. Қазақ ырымшыл халық, Тайқазанның оралуы арқылы елдің ырысы, дәулеті қайта келді. Қазақтың қасиеті қайтып келгендей сезілді. Мен Өзбекәлі Жәнібектің ең ұлы ісінің бірі осы деп есептеймін деді ол. Тайқазан артылған КамАЗ кесененің алдына арсылдап кеп тоқтағанда, оны күтіп алушылардың ішінде музей қызметкері Рахия Жүзбаева да болған. Ол сол күнді былай деп еске алады. Мен экскурсия жүргізіп жүргенде келушілер бір нәрсені сұрай беретін. Ол Тайқазан. Шамасы бірінен бірі естіп алған. Көзімен көрмесе де мына жерде Тайқазан болған дейді, соны әкелмей ме деп сұрай беретін. 1982 жылы музейге Қонаев келді. Жұрт қаумалай қоршап сұрақтарды жаудырып жатыр. Арасында мен де тұрдым. Тайқазанды қайтарып алмаймыз ба деген сұрақ Қонаевқа тікелей қойылды. Ол кісі бәлкім қайтпағаны дұрыс шығар, Эрмитаж оңай жер емес. Тайқазанның сонда тұруы біз үшін абырой. Оны әлемнен мыңдаған турист кеп көреді. Біздің елімізді сол арқылы таниды. Түркістанда тұра берсе турист көрмес еді. Сондықтан оны да ойлап қойған жөн деп жауап берді. Ал Өзбекәлі аға олай ойламады. Тайқазан жайлы тақырыпты үзбей қозғай беретін. Оны қайтарудың жолын ойластырып, үнемі жоспар құрып жүретін. Кейін хатшы болып биліктің бір тізгінін ұстаған күні-ақ жоспарын орындауға кірісті. Сызып қойған соқпағымен жүріп отырып Тайқазанды бір жылға жеткізбей қайтарып алды. Бұл қуанышты күн 1989 жылдың 19 қыркүйегі еді. Тайқазан келген кезде жыламаған адам қалмады. Әжелер құрметті қонағын күткендей шашу шашты. Қариялар Тайқазанның жанында тұрып, бірінен соң бірі бата беріп жатты. Балалар шаттанып жүгіріп жүрді. Менің де жүрегім елжіреп кеткені сондай. Тамағыма өксік тығылып жылай беріппін. Себебі кесенеде жатқан Яссауи бабамыз орнынан бір аунап тұрып, әруағы қуанып жатқандай сезілді. Қабір жапқыштың тағдыры. Өзбекәлінің бір қасиеті істеген ісін ешқандай бадырайтып көрсетпейді. Және соны біреудің мақтап айтқанын ұнатпайды. Сондықтан оның өміріне қатысты материал жинағанда кәдімгідей терең қазуға тура келді. Айталық, ол өзінің тағдыр тағылымы кітабында мынандай қысқа дерек береді. Сөз орайына қарай айта кететін жайт, манағы музей бұйымдары арасынан Ахмет Яссауи қабірінің көне жамылғысы табылды. Былай қарасаң елеусіз ғана бір сөйлемнен тұратын жаңалық сияқты, ал терең үңгісеңіз үлкен әрі маңызды жәдігер болып шығады. Өзбекәлінің кітапта айтып отырған оқиғасы мынау. Бұрын қазақ әйелдері қасаба деп аталатын бас киім кетін болған. Өзбекәлі сол қасабаны тірілту үшін көне нұсқасын іздеп жер көктің бәрін ақтарады. Бірақ еш жерден таппайды. Көне деректерде аты жазылғаны болмаса, киім үлгісі сақталмаған. 1978 жылы Өзбекәлі орталық музейдің көне қоймасын ақтарады. Қоймада күйе жеп, тозып кеткен көне заттарды музей мамандары акт жасап жойғалы жатыр екен. Өзбекәлі үстінен түседі. Екі білегін түріп жіберіп, күйе жеп қойған жәдігерлерді бір тексеріп шықпақшы болады. Bir қызығы әлемді шарқ ұрып іздеп жүрген ескі қасабасын сол қоқыс арасынан табады. Кенет тағы бір жәдігер көзіне оттай басылады. Қараса, Қожа Ахмет Яссауидің қабір жапқышы екен. Заманында Әмір Темір Әзірет Сұлтан кесенесіне арнап бірнеше сыйлық жасатады. Соның біреуі Тайқазан, біреуі Лауха, біреуі әулиенің қабірханасында тұрған шырағдандар, енді біреуі осы қабір жапқыш. Қабір жапқыштың тарихы 15 ғасырдан басталады, яғни Әмір Темір заманының куәгері. Білген жанға бұл тарих үшін бағалы жәдігер. 20 ғасырдың басына дейін ол әулиенің құлыптасының үстінде жабылып тұрған. Бірақ Совет үкіметі орнаған соң кесенеден ұшты-күйлі жоғалып кетеді. Зер қадірін зергер білер дегенде Өзбекәлі құнды дүниені бірден тани кетеді. Оны қоқыстан алып Түркістандағы Әзірет Сұлтан музейіне қайтарған. Өзбекәлінің кітапта бір сөйлеммен түртіп өткен оқиғасы осы. Bir қызығы, қазір кесенеге барсаңыз, қабірхана бөлмесінде қабір жапқыш жоқ. Яссауидің құлыптасы әліге дейін жалаңаш тұр. Сонда Өзбекәлі қайтарған қабір жапқыш қайда? Оның тағдыры не болды? Біз осы сұраққа жауап іздедік. Сөйтсек, киелі қабір жапқыштың аянышты тағдыры әлі бітпепті. Оны Алматы қаласында тұратын Исмер Айжан Әбдубайт былайша баяндап берді. Bir туыс ағам 2000 жылдардың ортасында Шымкенттен мешіт соқты.
Оны түрік шеберлеріне салдырды. Бір күні сол мешітті тамашалауға бардым. Кенет қабырғаға әдемі өрнекпен түскен Құран аятына көзім түсті. Әлгі жазуды кестелеуге аңсармауды. Аяттың көшірмесін қағазға көшірдім де матаға кестелеп шықтым. 2010 жылы Түркістанға зиярат етіп бардым. Әлгі кестені Яссауидің кесенесіне сыйға тарттым. Бір кезде Рақия Жүзбаева есімді қызметкер кестені көрді де, мәссаған, мына біздің қабір-жапқыштың жазуынан аумайды екен деп таңғалды. Сөйтсем, осыдан 2 жыл бұрын музей ұжымы қабір-жапқышты қалпына келтірмек болып мәселе көтеріпті. Сол жерде Алматыда Айжан Әбдубайт есімді шебер бар. Бір істесе сол ғана қалпына келтіре алады. Соны шақырайық деп ұсыныс айтылыпты. Іздегенге сұраған деген, сұратпай мен де дәм-тұз айда музейге келе қалыппын. Білуімше 1946 жылы Түркістандағы қабір-жапқышты біреу Алматыға апарып орталық музейге өткізіп, сол үшін 25 рубль ақша алған екен. Қабірді жауып тұратын киелі кілем қоймада сол жатқаны мол жатқан. Қолданысқа жарамай іріп тұрғанда Өзбекәлі Жәнібек үстінен түсіп, жапқышты Түркістанға қайтарған. Оны музей қызметкерлері бірнеше рет қабырғаға жайып іліп те көрген. Бірақ оның тозғаны сонша шіріген тұсы үгітіліп, жерге түсіп шашыла берген. Жұмысшылар оларды сыпырып қоқысқа лақтырып тастайды екен. Музей ұжымы жәдігерге жаны ашса да қалпына келтірудің амалын таба алмаған. Мәскеу мен Петерборға да хабарласып, сол жақтың шеберлерінен де жәрдем сұрапты. Олар да материал тозып кеткен, қалпына келтіруге жарамайды деп жауап беріпті. Жаны ашитын кейбір кісілер музейде мұндай кереметтің барын елбасы Назарбаевқа неге айтпайсыңдар? Президент пәрмен етсе, қабір-жапқыш тез-ақ қалпына келеді деп ақыл айтыпты. Музей ұжымы бұл ақылды құп көреді. 2010 жылы кесенеге президент келетін болды. Музей қызметкерлері қабір-жапқышты көрмеге шығарып елбасына көрсетуді ойлайды. Бірақ сол кездегі мәдениет министрі шіріген шүберекті құртыңдар, президенттің көңіл күйін түсіреді деп алдырып тастапты. 2011 жылы музей директоры Мәулен Сыдықбек мені Түркістанға шақырып, қабір-жапқышты көрсетті. Кереметті көргенде жүрегімді ерекше сезім билеп, шаттықтан құлап қала жаздадым. Келі жапқышты 5 күн бойы шыр айналып жүре беріппін. Орта ғасырда кестеленген өрнектерге есім кетіп ғашық болдым. Ақылымның істен шыққаны сонша уақыттан жаңылдым. 5 күннен соң музей директорының кабинетіне кіріп, қалпына келтіруге болады, қолға алайық дедім. Ол менімен келісімшарт жасады да істі бастауға рұқсат етті. Қабір-жапқышты маған дейінде біреулер жасап көрген екен, бірақ кәсіби деңгейге жетпеген. Олар көне материалдың үстіне қазіргі заманның арзанқол матасын жамапты. Әйтеуір шашылып қалмасын деп іле берген сияқты. Әріптер бірінің үстіне бірі шығып, ығы-жығы болып оқылмай қалған. Соның бәрін реттеу үшін әрбір жіпті қайшының ұшымен мұқият кестім. Матаның үгіндісін пинцетпен қысып орындарына қойдым. Сөйтіп ұзын сөйлемді құрап шығардым. Ою-өрнектер бір ізбен кестеленіп, тонның ішкі бауындай байланып жату керек. Мен сөгілген бөлшектерді су жаңа материалдың үстіне төсеп, қайтадан құрай бердім. Негізі мұндай істі кең әрі жарық шеберханада жасау керек. Ал музей басшылары онсыз да үгітіліп жатқан кілемді бөлмесінен шығарғысы жоқ. Амал жоқ, талапқа көніп, ауыр жұмысты сол жерде атқаруға тура келді. Алматыда өзімнің шеберханам, қыруар шаруам да бар. Бір аптада онда, бір аптада мұнда жүрдім. Әзірет Сұлтанның әруағы үшін осы қиындыққа көндім. Істі өндіру үшін музей ішіне қонып жұмыс істеуге тура келді. Жазу мен өрнектерді жаңа материалға көшіру үшін эскиз сызу қажет. Өшіп, үзіліп, қиылып кеткен жазу мен оюды дәлме-дәл сызып алуға бірталай уақыт жұмсадым. Ендігі жұмыс Алматыдағы шеберханада жалғасуы керек. Сосын дәл сондай немесе соған ұқсас матаның түрін табуға тиістісің. Бірақ ондай мата Қазақстанда жоқ. Қабір-жапқыштың астарындағы матаны мәуіті шұға дейді. Бұрын Алматыда мәуіті шұға шығаратын арнайы фабрика болған. Кейін жабылып, ғимараты сатылып кеткен. Бағыма орай оңтүстік Кореядан мәуіті шұға алдырып сататын кәрістің отбасын таптым. Содан 2 рулон шұға сатып алдым. Ендігі кезекте ол матаны түп нұсқаға жақын жасыл түспен бояуым керек. Ол да Құдайдың азабы екен. Ұзындығы 6,5 ені 4,5 метр матаны қандай ыдысқа салып бояйсың? Сол үшін 50 литрлік үлкен ыдыс сатып алдым. Ыдыс отқа төзімді болуы шарт. Себебі астында шоқ қойып қыздырасың. Әбден тәжірибе жинағанша қателесіп, бір рулон матаны бүлдіріп алдым. Ақырында күйіп пісіп жүріп өзім қалаған түсті қолыма түсірдім. Музей берген болмашы қаржыға қарапайым материалдан жасалған қарабайыр көшірме ғана жасап бере алдым. Ал қабір-жапқыштың түп нұсқасы алтын жіппен өрнектелген болатын. Музей әкімшілігі толық шығынды өтей алмаймыз деп істі орта жолдан тоқтатты. Ал министрлік керек қаржыны өлсе де бөлмейді. Мұндай істің қызығына кірген соң шыға алмайды екенсің. Қабір-жапқыштың алтынмен кестеленген үлгісін жасап шығайын дедім де, амал жоқ, өз қаржымды салып жібердім. Оның енесі мен алтын жібі түгелдей шетелден келді. Удай қымбат. Сонда да әулиені риза ету үшін осындай қадамға барып, шығын шығаруға мәжбүр болдым. Көз майын тауысып 7 ай кесте тіккенде үлкен кілемнің 9-дан 1 бөлігін ғана қалпына келтіре алдым. Толық қалпына келтіру үшін 34 миллион теңге керек болды. Қазір дамыған заман. Қабір-жапқышты толық қалпына келтіруге мүмкіндік бар. Ақтоты Райымқұлова мәдениет министрі болып тұрғанда
Президент Түркістанға келетін болды. Музей ұжымы көрме ұйымдастырды. Қабір жапқыштың алтын жіппен кестеленген фрагментін көрмеге қоюды сұрады. Мен қуанып кеттім. Президенттің назарын аударып қабір жапқыштың жағдайын баяндауға мүмкіндік туды деп ойладым. Президент кесенеге кіріп Құран оқып шыққанша бүкіл шебер тырп етпей қатаң қарауыл, жіті қадағалаумен далада сіресіп тұрдық. Бір кезде көптен күткен президентте жетті ақыры. Ол жапқышты көріп, мынау не деп сұрай бергені сол еді. Райымқұлова ауыз аштырған жоқ. Алдымды орап, президент мырза, бұл қабір жапқыш біздің кестеші қыздар жасаған. Қазірдің өзінде 80% бітіп тұр, көп ұзамай толық аяқталады деп бәрін білетін білгір құсап ділмәрси жөнелді. Президент болса, бітсе жақсы екен, тағы не бар деді де әрмен қарай аралап кете барды. Осылайша қасиетті қабір жапқыш шала-пұла күйінде тағы да жайында қалды. Кілемді толық аяқтауға қажетті қаржыны министрліктен сұрайық деп директорға талай айттым. Директордың діни сенімі басып, Астанадағы шенеуніктер пара бермесең соқыр тиын ұстатпайды. Қор босқа арам тірлікке араласып, әуленің әруағын қорлаймыз деп жоламай отырып алды. Себебі Мәулен Сындықбек те, командасы да шынайылықпен күресіп жатты. Ұжымдағы жұмыс аурасы да жағымды еді. Былай қарасаң, біздің әкім қаралар түкке тұрмас нәрсеге миллиондап ақша шашады. 2018 жылы Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек шетелден шебер шақырып Атакент алдындағы алаңға сабаннан тиынның алып мүсінін қойды. Соның өзіне 20 миллион теңге жұмсалған. Қазақтар үшін оның соқыр тиында пайдасы жоқ. Не тарихи, не мәдени, не рухани шежіресінен хабар бермейді. Сол сабан тиын Атакентте бір жыл тұрды ма, тұрмады ма, көзден ғайып болды. Ал мынадай тарихи тамыры терең түркі нәсілінің рухани пірі болған әулиенің құлпытасын жауып жатқан қасиетті жәдігерді қалпына келтіруге бір тиын да бөлмейді. Осындайда билікте Өзбекәлі сияқты ұлтшыл қайраткерлердің жоқтығы қатты білінеді. Құрметті оқырман, егер сіз Түркия, Иран сияқты рухани діңгегі мықты елдерге бара қалсаңыз, олардың әулиелерінің кесенесіне соғыңыз. Құлпытасында міндетті түрде қабір жапқыш болады. Мәдина шаһарына жолыңыз түссе, Әзіреті Мұхаммед пайғамбардың да қабірін зиярат ете барыңыз. Онда қабір жапқыш бар. Жалпы пайғамбар деп танылатын немесе әулие деп әспеттелетін адамның құлпытасында қабір жапқыш болады. Бұл ислам өркениетінің дәстүрі. Қабір жапқыштың өзін арнайы тігіп, әулиеге құрмет ретінде құлпытасқа жабады. Зияратқа барғанда мына нәрсені байқайсыздар ма? Әуленің мазарына келген жұрт ақ шүберекті құлпытастың үстіне бейсаналы жүзде жауып жатады. Мәнін сұрасаң ешкім білмейді. Бірақ сондай дәстүр халықтың архетипінде сақталып қалған. Соның бәрі қабір жапқыш жабу дәстүрінен шыққан. Қазір Яссауи бабамыздың құлпытасы жалаңаш тұр. Ал оның үстіне жабылатын қасиетті қабір жапқыш Өзбекәлі сияқты қаһарман қайраткерін күтіп қоймада әлі жатыр. Қайсы бір саяси қайраткердің батылы жетіп осы киелі жапқышты қалпына келтіріп, Әзірет Сұлтан құлпытасының үстіне салтанатты түрде жабатын болса, екі дүниенің де абыройын иеленіп шығады.